Бұрын біздің дофаминнің мөлшері 100% болған болса, кәдімгі қазір 150%-ға көтеріліп кеткен. Біз оны іздейміз. Енді менің нормам 150% болып кеткен үшін менің миым оны іздейді. Енді дофаминді ең тез алатын жол міне, алыштыңыз да, Қысқа дофаминдер. Тез дофамин, қысқа дофамин, қатты бір пайдасы жоқ. Енді дофамин не үшін алып жатырмын мен? Жаңа ақпарат бар ғой ішінде. Білім алып жатқан сияқты иллюзия. Иә, иллюзия. Жаңа ақпарат. Жаңа ақпарат. Енді ең қызығы, мен ол әр ақпаратқа бүкіл денем гормонмен жауап береді ғой. Сіз бір жағымсыз бір ақпарат оқып қалдыңыз, деп қалдыңыз да төф деп анау білмеймін, бір дәрігер бір не жасап қойыпты, бір қызды білмеймін зорлық-зомбылық көрсетіп кетті деген сияқты жүрегің ауырып қалды. Бітті, бүкіл денеңіз жауап берді. 15 секунд видео. Келесін ауыстырдыңыз. Бір жақсы көретін бір құрбыңыз Парижде жүр екен, ой деп күшті екен деп қалдыңыз. Қуаныш гормоны бөлінді. Дене бұның бәріне жауап береді. Келесін алдыңызда бір көлік біреуді қағып кетті. Ойбай деп қорқып қалдыңыз. Келесін аштыңыз, Палестина соғыс болып жатыр. Ойбай деп қалдыңыз. Келесін аштыңыз, әдемі бір күшік келе жатыр. Қуандыңыз. Енді қараңызшы, 10-15 секунд сайын сіздің бүкіл ағзаңыз гормонмен жауап беріп жатыр ғой бұған. Сонша шаршап қаласыз. 1 сағат 2 сағаттан кейін басың ауырып, шай ішу керек болып қалады да.